жаңалықтарымыз. Алматы қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 2019-2020 оқу жылының салтанатты соңғы қоңырау мерекесі. Онымен қатар, Ақтілек бағдарламасында мектеп директоры, ата-аналар, ұлағатты ұстаздар мен алғаш бітіріп кеткен түлектердің құттықтау сөздері, жылы лебіздері, ән шашу және басқа да жаңалықтарды тамашалайтын боласыздар. Сіздермен бүгін онлайн эфирде Дайыр Вардана, Болатбек Ахмет және мен, Әбіш Уалихан. Алдан Ахмет, сөз кезегі өздеріңізде. Ғылым таппай, мақтанба, орын таппай, баптанба. Құмарланып шаттанба, ойнап, босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда. Оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ. 5 дұшпанын білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой. 5 асыңыз, көнсеңіз. Через века, Абай, мы слышим Твое Слово. К нему мы обращаемся снова и снова. Оно знакомо нам с самых ранних лет. В нем на вопросы ищем мы ответ. Қайырлы күн, биылғы оқу жылы ақын, ойшыл, ағартушы Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойымен атаулы болды. Ұлы Абайдың мұрасы рухани жаңғырудың маңызды бағдарына айналды. Абай шын мәнінде қазақ болмысының айнасы. Ақынның дара тұлғасы, халқымыздың руханиятын әлемге танытатын теңдесі жоқ құндылық. Осы жылдың құрметіне орай Абай оқуларын өткізіп, зерттеу мақалаларын жазу, оның жүріп өткен жерлермен сапарлау және ақынға байланысты шығармаларды сахналау өтті. Иә, Дана, биылғы түлектер ұлы ағартушы Абай жылының түлектері. Осы жастарымыз елбасының рухани жаңғыру жалпыұлттық бағдарламасының тікелей жалғасы болып табылатын ұлы даланың 7 қыры атты мақаласын дәріптейтін, болашақта бәсекеге қабілетті, кәсіби шеберлігі жоғары маман болуға лайықты тұлғалар. Жастар ұлт болашағы, болашақ білімді жастар қолында. In this term, we have switched to the distance learning system and overcome many difficulties, since we didn't lose our faith in tomorrow. This begin became our universal slogan as a fact that we stayed through this together. Our country has been through a lot. We have had ups and downs, and during all this time, all the experience that we've accumulated is our strength to move forward. Any country that does not know its history is doomed to repeat it. Today, our country is actively developing thanks to the fact that we know and appreciate our roots. The great step is imbued with history that inspires us to develop more, discover more, and expand horizons. Осы шақта бізбен бірге болған барлық медицина өкілдеріне, полиция қызметкерлеріне, сондай-ақ өзге де қызмет салаларының өкілдеріне және қашықтықтан оқыту жүйесі бойынша орасан зор жұмыс атқарған барлық мұғалімдерімізге алғысымыз шексіз. Совсем недавно мы отметили дату 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим в домашних условиях проводились всевозможные челленджи, видеоролики «Мы потомки героев» и конкурсы на тему военных песен и стихов. А представители CS Dream Team произвели трансляцию концертной программы «Монологи войны». Бүгінде аты аңызға айналған даңқты әскери қолбасшы, Кеңес одағының және Ұлы Отан соғысының батыры, көрнекті жазушы, ұлттық мәселеде де өзінің данагөй ұстанымдарымен танылған атамыз Бауыржан Момышұлының 110 жылдығын атап өтпекпіз. Воспитание учащихся на примере известных и малоизвестных героев-казахстанцев, а также героев-земляков Великой Отечественной войны является одним из главных направлений в работе по патриотическому воспитанию. Мы свято чтим память о той войне и знаем, какой ценой досталась Великая Победа. Также хотим отметить то, что в этом году нашу школу заканчивают 15 классов. Рекордное количество – 308 выпускников. Мы верим, что каждый ученик несет свою лепту в копилку достижений нашей школы, и их жизненный путь будет устлан успехом и новыми открытиями. Көктемнің құлпырған гүліндей жарқырап, жайнай бер тілектер. Абайдың айтып кеткен ақылымен өмір жолын ашады білімділер. Құрметті көрермендер, биыл 2019-2020 оқу жылында 308 оқушы Алтын Ия мектебінің табалдырығынан үлкен өмірге ұшқалы тұр. Ал ендеше, осы жылдың түлектері мен кураторларын қарсы алайық. «12 A»
куратор Утепова Макия Урумбековна. Достижения класса. Айжигат Айдаров, финалист онлайн-олимпиады по математике 2019 года. Аем Нурлан, призер республиканской олимпиады по биологии, первое место. Финалист республиканского фестиваля научных проектов. Ахмед Булатбекова, активист школы, член школьного самоуправления. Анар Сабырханов, отличница, призер республиканских онлайн-олимпиад по казахскому языку. Дамира Букенбай, призер республиканских олимпиад по русскому языку. Демеу Атамтаев, призер международных олимпиад по английскому языку, член школьного самоуправления. Марва Елеусизов, победитель международной онлайн-олимпиады по биологии. Мустаким Аханов, финалист олимпиады по химии. Рахат Нургали, отличник, золотая медаль в Азиатской международной математической олимпиаде, Тайвань. Финалист международной олимпиады «Математика без границ». Обладатель 100% гранта University от Буффало, Нью-Йорк, США. Сакенгали Хажиев, призер международного чемпионата по дебату 2019 года. 12 B-класс, куратор Акбаев Альбек Шамшатулы. Аип Аблай, серебряная медаль за участие в Infomatrix Asia 2019, призер и победитель конференции Казну и СДУ. Абдресив Жандос, активный участник школьной жизни и постоянный ведущий ответственных мероприятий. Куанхан Алибек, первое место в международном конкурсе Infomatrix 2019, победитель номинации «Лучший дизайн робота» в республиканском конкурсе по робототехнике Робокон. Первое место в конференции по английскому языку между спикерами. Первое место в соревновании по баскетболу среди международных школ. Финалист бизнес-проектов IMAP. Куразбек Дана, первое место в международном конкурсе Infomatrix 2019, гран-при в республиканском конкурсе рисунков и энергосбережения глазами детей. Талгатов Даур, финальный этап международной олимпиады «Математика без границ», третье место. Сейджан Марлян, первое место в международном конкурсе Infomatrix 2019, второе место в республиканском турнире «Дарья». 12 C сыныбы. Куратор Шайменов Болат, түлектердің жетістіктері. Тілеубек Аружан, республикалық олимпиаданың химия пәнінен қола медаль иегері. 9 наурыз кездесулерінің ғарыш және жер экологиясы номинациясында 2 орын иегері. Қайрат Ерке, алтын белгіге үміткер. Гонконгтың Қытай, Баптист және политехникалық университеттеріне оқу грантының иегері. Айбілдин атындағы Адам, жер, әлем республикалық турнирінде 2 орын жүлдегерлері. Бекетай Нұрдәулет, Мәдинетұлы Аспан, Тазабеков Арнұр, Сабыр Шыңғыз, Бектеміс Медеу. Сабыр Шыңғыз сонымен қатар республикалық онлайн-олимпиадада математикадан 3 орын иегері. Ал Бектеміс Медеу Назарбаев зияткерлік мектептері арасында өткен жүйелік ғылыми жобалар байқауының 3 орын иегері. 12 дей. Куратор Сайыпқали Медет Заупаев. Сынып түлектерінің жетістіктері. Әлбекова Альбина, географиядан республикалық қашықтық олимпиададан 2 орын иегері. 2 республикалық ғылым әлемі ғылыми зерттеу жұмыстарының сырттай конференциясының белсенді қатысушысы. Нұртаева Айым, 2019-2020 жылы ең үздік TEDx спикер. Тұрмағанбет Луиза, 2 республикалық ғылым әлемі ғылыми зерттеу жұмыстарының сырттай конференциясының қатысушысы. Мұрат Аида, ағылшын тілінен желілік олимпиада дипломанты. Бахитова Жібек, Еріктілер лигасының қоғамдық қорының белсенді мүшесі. 12 И сыныбы, куратор Дүйсеке Санат Қайратұлы, Анарқұл Мирас, халықаралық мектептер арасында футбол жарысынан 1 орын иегері. Ердумурат Анель, первое место в сетевой олимпиаде среди Назарбаев интеллектуальных школ, 9 на русские встречи, 2 место. Жанальна Гаухар, премьер-министр школьного самоуправления, обладатель сертификата IELTS 8.0. Жумаш Анар, участница проекта обучения не на дому. Саурах Мадидина, победитель турнира по карате до Шотакан. Онлайн-олимпиада по Годанэ, 2 место 2019. Омарғазылы Ерсултан, жүзуден халықаралық мектептер арасында 2 орын. Халидин Майра, Малайзия және Венгрияға грантқа түсті. Абайдың 175 жылдығына арналған халықаралық байқаудан 1 орын. Волонтер Красного полумесяца. 12 F. Куратор Жеңіс Нұрайым Нұрхатқызы. Шодорова Довжан закончила первый курс Hospitality Management в рамках программы SHB. Поступила в университет Кастилия и Ля-Манка, Испания. Жангалиева Жулдызай, обладатель гранта университета Cyprus International University, а также поступила в университет UIS, Испания. Сабижанова Гульдана, армеец в Underwood International College and Yonsei University, Сеул. Алькен Анеля, призер Всероссийской олимпиады 3 место, ғылыми жобалар конкурсынан 3 орын. Абеш Валихан, президент Назарбаев интеллектуальной школы в 18-19 академическом году, финалист Республиканской дебатной академии НУДА, участник международной конференции по обсуждению будущих изменений школьного образования в СНГ, капитан команды по баскетболу, занявший 1 место в 2020 году среди международных школ КУАШ. Машанова Адина, 2 место в международном конкурсе юных журналистов, 1 место в молодежном симпозиуме «Психологические проблемы. Смысл жизни». Калымбетова Аружан,
third place in a Republican selection for the International Earth Science Olympiad in 2019. Жумахметова Клима, International MUN New Seal Play Conference at Al-Farabi Kazakh National University. 12-ші G сыныбы сынып кураторы Зарина Ерлан қызы, Алимжанова Гүлназ Германияда Аусбург қаласына Джулиус Максимилианс университет грант иегері, неміс тілінен Сібір деңгейін сертификат иегері. Данибек Құрмет Назарбаев университеті және Ходжа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университетінің толық грант иегері. Математика пәнінен халықаралық байқауының күміс жүлдегері, Фоксфорд халықаралық олимпиадасында биология пәнінен 3-ші орын және ағылшын тілінен 2-ші орын иегері. Fistech International атты математика пәнінен ұйымдастырылған халықаралық олимпиадасының 3-ші орын иегері. Бершат Айжан Health Sciences атты 1-ші халықаралық студенттік конгресс тезистері конференциясының 2-ші орын иегері. 17-ші Сатпаев оқулары атты халықаралық ғылыми конференциясының 3-ші орын иегері. Шахан Еркебұлан футболдан республикалық 9-ші жазғы спартакиадасында 2-ші орын иегері. Халықаралық мектептер арасында футболдан жеңімпаз. Жұмагалиев Алмас Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің химия мамандығының грант иегері. Ең үздік жоба 2019 фестивалінің бас жүлде иегері. Қазбек Мейір жүректен жүрекке атты қайырымдылық жобасына және Аманат балалар үйіне ерікті болған үшін алғыс хат иегері. Мейірханов Дінмұхамед республикалық футбол жарысының 1-ші орын иегері. Чукушева Ажар химия пәнінен саяхат атты байқауының 3-ші дәрежелі диплом иегері. Неміс тілінен Б1 деңгейінің сертификат иегері. Утимуратова Дариға Фараби әлемі атты халықаралық ғылыми конференциясының 3-ші орын иегері. 12 H. Куратор Анучин Виталий Александрович. Давайте познакомимся с яркими достижениями класса. Бурамбаева Ружан, претендент на Алтын Белгі, участник Международной Олимпиады Фоксфорд по русскому языку диплом 1-й степени и по математике диплом 2-й степени. 2-е место в секции медиа в республиканском конкурсе Хакатон Хагдей от Samsung. Нусипбекова Янлик является куратором социального проекта обучения «Не на дому» для детей-инвалидов, призер республиканских олимпиад по русскому языку, городских олимпиад по математике и физике. Абутафа Ая, участник математической олимпиады Гарвард, США, выиграла грант по биологии в КСМПУ имени Абая по научному проекту биотехнологии. Ильясов Алинур, 16 по 19 год является призером по плаванию среди международных школ Республики Казахстан. Орынтай Абылай, 1-е место по футболу и плаванию среди международных школ. Охабаев Султан, 1-е место по плаванию, 1-е место в Varsity Boys, Куаш Football Finals. Хошибаев Султан, обладатель черного пояса по карате. 12 ай. Куратор Тақсылық Ерлан Ержанов. Халықаралық онлайн олимпиада жеңімпаздары Мұқатай Азизов, Медетхан Жания, Даирова Дамира, Амангелдин Санжар, Ахметова Жадыра. Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өткен қазақ тілі мен әдебиетінен ғылыми жобада 3-ші дәреже диплом иегері Байтұрсынов Ахмет. Получение уровня А1 по немецкому языку. Волонтерство на городском фестивале. Сембаев Азамат, Амангелдин Санжар. Алматы қаласы халықаралық мектептер арасындағы өткен спорттық жарыстардың жеңімпаздары Асанбай Асанбек, үздік шабуылшы, Нүкенов Жасұлан, үздік қорғаушы, Байтұрсынов Ахмет, үздік қақпашы, Қызаев Даниэль, үздік шабуылшы, волейбол. Ең үздік TEDx спикер 2019-2020 жылы Алтыбай Дастан. 12 Джей сыныбы. Куратор Қаратілекова Балнұр Асанқызы. Сыныптың жетістіктері. Аршабекова Жанель. Климатическая шкатулка жобалар сайысының мемлекеттік және халықаралық деңгейінде 1-ші орын иегері. Вагенинген, Гранинген, Уэстминстер университеттерінде және Полию Гонконг, Политехнику Виталину, RIT, Budapest University of Technology and Economics, Эвот Вашлорен University, Кафаскари University және Ховстра университеттеріне шақырту алды. Төрегожин Төребек, Назарбаев Зеркелев мектептері арасында өткен математика пәнінен олимпиадада 1-ші орын иегері. Кеңесхан Ильяс, Назарбаев университетінің грантына ие болды. 12 Кей. Куратор Жусамбаев Сабит Рысбекұлы. Учащиеся этого класса являются активными участниками World Robot Olympiad 2019 года. Алиева Инкар, 3-е место. Нуртазина Эльдана, Жилковай Айсин, Нуржаков Дархан, также обладатели 3-го места этого конкурса. Асанко Искендер, 1-е место. Махсат Махжан, 1-е место. Носков Никита, 1-е место. Прохоренко Данил, 1-е место, а также обладатель 1-го места 9-х наурызовских встреч. Сапарали Бернар, 1-е место, обладатель 1-го места Инфоматрикс. Бектанов Айтвар, обладатель 3-й степени Международной Олимпиады Казахско-Турецкого университета. 12 Л класс. Куратор Төлепова Айгерім Өміржанқызы. Ақшалова Айгерім 2-ші республикалық ғылым әлемі ғылыми зерттеу жұмыстарының 2-ші дәрежелі диплом иегері. Әл-Фараби атындағы университет конкурсов бүкілресейлік шығармашылық конкурсының 2-ші орын иегері. Баймаханова Амина, үздік аттестат үміткері, Ferry State University ақш, Мичиган биохимия факультетіне және Йорк University Канада Торонто химия және инженерия факультетіне шақыртумен оқуға жеңілдік иегері.
Жалдыбаев Алихан, 2-ші республикалық ғылым әлемі ғылым зерттеу жұмыстарының 2-ші дәрежелі диплом иегері, Әл-Фараби атындағы университет. Жанабаев Алихан, Астана Open дебаты бойынша турнирінің жеңімпазы, неміс тілі 1-ші деңгей. Қарқұлова Диана, алтын белгіге үміткер, Флекс бағдарламасының финалисті. Нысанов Ерсайын, Венгриядағы Будапешт технология және экономика университеті мен Дебрест университетіне шақыру иегері. Орынбаев Аружан, Назарбаев университетінің грант иегері. Сакенов Асылбек, Ақташтың 3 университеті және Германия Джакобс университет стипендиясының иегері. 9-ші наурыз кездесулерінің астрофизика номинациясының 1-ші орын иегері. Сейдахметова Әсел, Назарбаев университетінің грант иегері. Любай Тарлан, конкурсовик халықаралық шығармашылық конкурсының 1-ші орын иегері. Самара университеті ұйымдастырған математикадан халықаралық олимпиаданың 1-ші орын иегері және орыс тілінен 3-ші орын иегері. Халықаралық мектептер арасында баскетболдан 1-ші орын иегері. 12 М класс. Куратор Қалдыбаева Намбахат кызы. Номинанты на образцовую аттестацию отличия. Уразалиева Мадина Рауан кызы. Жумабаев Бейбут Канахьяула. Ахмеджан Сабина Канат кызы. Миллер Анастасия Евгения. Искакова Зарема Азаматовна. Обладатель гранта European University Георгий. Байболова Рукминия Яновна. Обладатель гранта Назарбаев University. Бергибаева Шахиза Талгановна. Обладатель грамоты за исследовательский проект на конференции форума «Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы в современной школе и в высших учебных заведениях». 12 Н. Куратор Кайрат Нуржан Асхарова. Достижения учащихся. Мусахан Даниса. Первое место в дистанционном республиканском конкурсе переводчиков по английскому языку. Третье место в республиканском дистанционном конкурсе «Гулами Жуба» образовательного портала «Муравьед». Третье место в сетевой олимпиаде по биологии. Сейджан Амыр, обладатель черного пояса по джит-кунри тэквондо, первый дан. Чемпион Республики Казахстан, победительница чемпионата Евразии. Первое место в чемпионате мира по джит-кунри тэквондо. Сейсех Наргиз, обладатель первого места на второй международной сессии ЮНЕСКО, организатор международной модели Организации Объединенных Наций. Макашева Алина, капитан школьной команды по плаванию и многократный победитель среди международных школ по плаванию. 12 О класс. Куратор Ажмадина Айнура Хулайқызы. Гусева Мария, обладательница гранта Полиев Гонконг. Обладатель сертификата В1 немецкий язык. Призер первой степени 11-й республиканской олимпиады по казахскому языку. Зинадил Мирас. Первое место в дебатах American Space Алматы 2019. Финалист НУДА 2019. Ли Элана. Активная участница самоуправления школы. Призер 3-й республиканской дистанционной олимпиады по поиску информации в сети. Майоров Артем, диплом 2-й степени 2-й зимней школы по генетике приказного имени Аль-Фараби. Финалист студенческого дебатного турнира Mystery Cup. Победитель республиканской олимпиады по казахскому языку. Организатор и лучший судья дебатного турнира Курултай. Лапунова Кристина, обладательница гранта Baptist University Гонконг. Обладатель сертификата B1 по немецкому языку. Финалист НУДА. Кандидат мастера спорта по фигурному катанию. Тулипаева Аружан, двукратная обладательница гран-при за проекты по биологии в Малой академии наук. Участница летней школы по биологии в Колумбийском университете города Нью-Йорк. Шахисламова Алина, обладательница международного диплома первой степени в Олимпиаде по русскому языку. Призер республиканских конкурсов «Франция моими глазами» Twin Summer Center Programs C1. Финалист НУДА. Мектеп қой, еліміздің қаны, жаны. Мектептен басталады бәрі. Бүгінгі мектеппен қоштасу салтанатында шырқалсын Қазақстан Республикасының ән ұраны.
Назарларыңызга Ак Тілек бағдарламасы. Бірінші болып, Алматы қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің директоры Мункеева Гүлмира Бақытбекқызы өз құттықтауын жолдауда. Тамашалайық. Уважаемые коллеги, родители, дорогие ребята, вот и закончился очередной учебный год. Теперь прозвенит еще один последний звонок. Этот последний звонок прозвучит для всех наших учащихся, но он будет самым важным, конечно, для наших семиклассников, для которых этот учебный год был для них новый. Они пришли в новую школу, встретили новых учителей, новых одноклассников. И мы знаем, что наши семиклассники хорошо заканчивают этот учебный год. Желаю им, конечно же, дальше учиться с таким же успехом и радовать всех нас своими достижениями. Последний звонок, он прозвучит действительно как последний для наших выпускников. В этом году нашу школу заканчивают 310 учащихся. И всем им, конечно, желаю им дождаться своих результатов и поступить в те учебные заведения, в которые они хотят. И сейчас я стою не внутри школы, а на территории нашей прекрасной школы, возле этих зеленых елок, потому что эти елки посадили наши выпускники в начале третьей четверти. И эти деревья будут символом того, как они растут, символом их успехов. Мы будем любоваться этими зелеными насаждениями и всегда вспоминать выпуск 2020. Для выпуска 2020 года, конечно, он необычный, потому что четвертую четверть они проучились в онлайн-режиме. Они не могли посещать нашу школу, как все другие выпускники. И последний звонок для них прозвенит тоже в онлайн-режиме. Но мы верим, и, конечно же, в обязательном порядке они получат свои аттестаты об окончании школы уже не в онлайн-режиме, а в офлайн-режиме. Уважаемые выпускники, здоровья вам, успехов в дальнейшем. А всем остальным учащимся желаю хорошо отдохнуть летом и прийти в следующий учебный год уже с новыми идеями, с новыми силами, и мы продолжим нашу учебу, потому что школа без детей, она пуста. Мы хотим, чтобы вот наша школа наполнилась вашими голосами. А нашим коллегам желаю, конечно, тоже год для них был очень сложным, потому что нужно было осваивать новые технологии цифровые, но мы успешно преодолели все эти препятствия и учебный год закончили достойно. Всем успехов! Ән шашу бағдарламасы эфирде. Тамашалайтындарыңыз Құрманғазының күйі Балбыраудың. Орындайтын мектебіміздің Нұр Сазы оркестрден құрылған топ. Жетекшісі Барлықов Ертай ағайымыз. Қабыл алыңыздар.
2019-2020 оқу жылында 240-тан астам оқушы өздерін қалалық, желілік, республикалық және халықаралық сайыстарда сынады. Оның ішінде республикалық сайыстарда 165, ал халықаралық сайыстарда 39 жүлделі орын мектебіміздің абыройын көтерді. Биылғы жылы оқушыларымыз ЮНЕСКО мүшелерінің қатарына кіруде және МЮН конференциясына қатысуда үлкен белсенділік танытты. 87 оқушы республикалық дарын олимпиадасында жалпы білім беретін пәндерден жүлделі орындарға ие болды. Ал енді спорт жаңалықтарымен сіздерді Әбіш Уәлихан таныстырып өтеді. Уәлихан, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Дана. 2019 жылы өткен Назарбаев зияткерлік мектептерінің арасында спартакиадада біздің оқушылар тек қана сабақ емес, онымен қатар спортты да алып жүре алатынын толықтай дәлелдеді. Сол спартакиада нәтижелері бойынша біздің қыздар волейболдан 2-ші орын, ал баскетболдан 3-ші орынды иеленді. Ұлдарымызда қалыспайын деп 20 мектептің арасында өткен волейболдан жарыста 3-ші орынды қағып алды. Жасөспірімдеріміз өз күштерін тек қана спартакиадада емес, онымен қатар халықаралық мектептермен де салыстырмақшы болды. 2019-2020 жылы өткен жарыста жасөспірімдеріміз баскетболдан 1-ші орынды иеленді. Онымен қатар Алматы қаласындағы халықаралық мектептер арасында өткен футбол жарысында 19 жасқа дейінгі оқушыларымыз 1-ші орын, ал 15 жасқа дейінгі оқушыларымыз 2-ші орынды иеленді. Оқушыларымыз тіптен үстел теннисінде де қастарына адам жолатпас. Бүкіл халықаралық мектептердің арасында біз 1-ші орынға иеміз. В этом году мы отпраздновали 75-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне, поэтому наши ученики стали активными участниками и не остались в стороне от этого великого события. Ученики 8-го Л-класса стали победителями международной акции «Памфилов с нами». Затем они приняли участие в международном конкурсе чтецов «Я помню, я горжусь» и стали его лауреатами. Учащиеся 10-го Б и 10-го И класса приняли участие в международном конкурсе «Победа одна для всех» и также стали лауреатами. А в международном конкурсе фестиваля талантов «Таланты 21 века» ученица 7-го С класса стала обладателем гран-при с танцем «Тамирис». Республикалық балалар және жасөспірімдер арасында өткізілген жұлдыз таланттар фестивалі 2019 байқауында мектебіміздің Нұрсазы ұлттық аспаптар оркестрі топ жарып бас орынға ие болды. Барлықтарыңызды жеңістеріңізбен құттықтаймыз. In addition, activists of our school manifested themselves in different projects and organized wonderful concerts in our school, where they showed us awesome performances during this year. 2019-2020 оқу жылын қорытындылай келе, жеткен жетістіктері мен қатысқан мектепшілік іс-шаралары бойынша жинаған 7912 ұпаймен жеңімпаз жетісу шаңырағы атанып, туған елге тағзым экспедициясына жолдама алды. Кураторы Маркабаева Жанар Мейіргазина. The word is given to the guest of our school. Applause. Мы продолжаем нашу рубрику «Ахтлек». Всесторонняя и повсеместная поддержка, содействие и стимулирование являются очень важным моментом при воспитании молодого поколения. Попечительский совет нашей школы также содействует развитию и процветанию наших учащихся. Вашему вниманию поздравления от председателя попечительского совета Ахшанова Нурлана Савандыковича. Уважаемые выпускники Назарбаев интеллектуальной школы, я поздравляю вас с вашим последним звонком. Сегодня наступил тот день, когда вы на вершине, которой вы шли более 10 лет. И поэтому сегодня я решил поздравить вас с крышей нашего банка, с крышей Жилстройсбербанка. Я вас поздравляю с тем, что вы достойно прошли этот путь и стоите на пороге новых открытий и новых свершений. Вы заканчиваете очень непростой и очень интересный год. Этот год, в первую очередь, это год 175-летия великого Абая. Я желаю вам, чтобы книга «Слова назидания» Абая стала вашей настольной книгой, и она зашла не только в ваш ум, но и в ваше сердце, чтобы вы вели себя так, как нас учил наш великий мыслитель Абай. Это год 75-летия Победы. Ваши ровесники более 80 лет назад уходили с выпускных баллов в бой, и некоторые не возвращались. Я желаю вам, чтобы ваша дальнейшая жизнь была мирной, и чтобы вы совершали подвиги только в мирной жизни. Это год, в котором весь мир охвачен
пандемии коронавируса. Это серьезное испытание для всех нас, но я надеюсь, что это было самое тяжелое испытание, которое скоро останется позади. Желаю вам большой светлой дороги, стать настоящими гражданами Казахстана, которые выведут нашу страну на принципиально новый уровень и сделают нас самой счастливой, самой богатой и самой развитой страной в мире. Поздравляю вас, Ақ жол! Ұстазым менің ұстазым, өзіңмен өткен қыс жазым, қалдырған ізің мәңгілік, жадымда тұрар жаңғырып. Иә, сіздер әрқашан еске алып жүретін асыл ұстаздарыңыз да бүгін соңғы қоңырау үнімен өздеріңізбен қоштаспақ. Енді олардың шәкірттеріне деген ақыл кеңестері, сәт сапарларын тыңдайық. Бітіруші сынып кураторларының ақ тілектері. Құрметті біздің жас түлектер, сіздерді бүгінгі өмір айдынына аттанғалы тұрған мерекелі күндеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге мықты денсаулық, сәтті сапар, мерейлі мақсат тілейміз. Аспандарыңыз ашық болсын. Құрметті жас түлектер, сіздер бүгін мектеп қабырғасынан түлеп ұшып, үлкен өмірге, болашаққа қадам басқалы тұрсыздар. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деп Абай атамыз айтқандай, елімізге адал қызмет ететін, ұлтын сүйетін, мықты, білікті маман болуларыңызды тілейміз. Ақ жол, сәт сапар. Дорогие и любимые наши выпускники, сегодня для вас наступил важный день, день прощания со школьными годами, которые были удивительными и незабываемыми для каждого из вас. Сегодня вы вступаете на новый этап жизненного пути, и мы желаем вам идти к цели и к новым свершениям. Сегодняшний день – это день прощания с детством, но тем не менее это праздник, поэтому примите от нас эти строки. Пролетели дни, недели, месяцы и годы, оставив позади робость, страх, печали и невзгоды. Перейдем порог родной любимой школы, впереди вас ждут дороги и родной земли просторы. Не теряйте, дети, совести и чести, не учитесь врать и брать чужого. Пусть вам будет незнакомо чувство мести, а знаком близость дома и крыльца родного. Только школа соединяет детей на долгие годы. Здесь вы вместе, на уроках, в спортзале, в походах. Здесь вы учитесь наукам и спорам. Здесь вам дают знания, чтобы быть в жизни опорой. Не ленитесь, не стесняйтесь спросить. Новые предметы будьте готовы вновь учить. Получайте профессии, становитесь мастерами, ведь время взрослой жизни совсем не за горами. С вами снова рубрика «Энша Шоу». Песня в исполнении учителей и кураторов нашей школы. Қимай қолым бұлғап тұр кімге, қанаттарын қағып бұл күнде, ұшқалы тұр ұядан біздің түлектер. орындалсын арман мақсаттар, Өздеріңе тілеп сәт сапар, арналады шынайы ізгі тілектер. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит гром. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда лишь сердца счастье поделись другим. сіздер үшін бүгін ұлы күн, ақтағайсыз мектеп үмітін. абыройын көтеріп, бізге сыйап кел. Ерекше ғой сенің орының, Армандарға қол созған қош бол зияткер. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит гром. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда лишь
Ата-ана баланың бас ұстазы демекші. Ата-ана мен мұғалім қатар тұрғанда, бала өзіне деген қамқорлықты толықтай сезінеді. Құттықтау сөз кезегі ата-аналар комитетінің төрайымы Масим Газиева Айгүл Сайлаубайқызында. Дорогие наши дети, ученики этой замечательной школы, педагоги, учителя, выпускники, поздравляю вас с окончанием учебного года. Благодаря подвигу, который совершили 75 лет назад наши предки, победив в Великой Отечественной войне, сегодня мы имеем возможность жить и развиваться в свободной стране под мирным небом. Дорогие наши выпускники, для вас это последний звонок в этой школе. Вы прошли замечательную подготовку в стенах этой школы для уверенных шагов во взрослой дальнейшей вашей жизни. Ах жол вам, уважаемая Гульмира Бахтбековна, Лаура Тулеевна, вся администрация школы, педагоги, учителя. Огромная вам благодарность. Ваш бесценный труд в становлении наших детей, в становлении нации, страны неоценим. Выражаю вам огромную благодарность от имени общественности родительской. Спасибо вам, низкий вам поклон. Армысыздар, құрметті қалайық. Біз биылғы 2020 жылғы соңғы қоңырау күніне мерекесімен баршаларыңызды ата-аналардың атынан құттықтаймыз. Мектеп басшыларына, ұстаздарға, сіздерге айтар алғысымыз шексіз. Өйткені сіздердің көмектеріңізбенен, қолдауларыңызбенен жас түлектеріңіз көптеген олимпиадалардың, халықаралық сайыстардың жеңімпазы болды. Академиялық ғылыми зерттеу жұмыстарының гран-при жүлдегері атанды. Көптеген жас түлектеріңіз биылғы білім гранттарына ие болып, ең таңдамалы, ең үлгі шетелдік және қазақстандық университеттерге жолдама алып жатыр. Ұстаздар, сіздерге тілеріміз зор денсаулық, отбасыларыңызға бақыт тілейміз. Жас түлектер, сіздерге айтарым, талмайтын талап, самғайтын қанат беріп, болашақта іскерлі маман иелеріне болуларыңызға тілектеспін. Сау болыңыздар. Ұстазым, мектептің тірегі, ұстазым, мектептің жүрегі.
Биіктен көрініп самғасын, көгершін боп ұшқан тілегі. Өзіңе мың тағзым. Dear friends, in the 2016-17, in 2018-19 academic years, the NISCB in Almaty carried out 2 graduates of students studying in Hong Kong, the USA, NU, SDU, and KIMEP, also other prestigious universities. And now, those graduates would like to give you their inspirational speeches, as well as advices regarding their upcoming college life and also adult life. Құрметті Алматы қаласының химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 12-ші C сынып оқушылары. Сіздерді мектеп бітірулеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге айтарым, өздеріңізді білім нәрімен сусындаудан ешқашанда жалықпаңыздар. Себебі, білім ол сіздердің жетістікке жетудегі басты қаруларыңыз. Ал дәл қазіргі сәт, сіздердің мектеп қабырғасында аянбай жасалған еңбектеріңіздің жемісін көретін сәт болып отыр. Армандаған оқу орындарыңызға түсуге тілектеспін. Сіздерге тек қана сәттілік. Баршаңызға сәлем, есімім Оңалхан Аяулым, 2017 жылғы Назарбаев зияткерлік мектебінің түлегі болып табыламын. Қазіргі күнде біздің бітіруші түлектерімізге бар сәттілік тілегім келеді. Осы өмірлік жолдарыңызда ешқашан уайымдамаңыздар. Өздеріңізді армандаған жоғарғы оқу орындарыңызға түсіп, өз маман иелері болып атанып шығыңыздар. Істеріңіз оңды жүре берсін. Сіздер ойлағандай студенттік өмір қиын емес, ол қызыққа толы, сол қызықтан қорқалмаңыздар. Өте белсенді болып, бүкіл студенттік өміріңізге қызу кірісіңіздер. Дорогие выпускники 2020 года, от всей души хочу поздравить вас с окончанием школы. Для всех нас это был очень непростой, но при этом безумно интересный путь, на котором мы встретили наших близких друзей, а также мудрых учителей, преподавших нам не только школьные, но и жизненные уроки. В первую очередь хочу пожелать вам оставаться такими же целеустремленными, ведь в этом учебном году вы добились колоссальных успехов. Желаю вам показывать лучшие результаты в ваших учебных заведениях, в дальнейшем всегда подниматься по карьерной лестнице и, конечно же, быть настоящими профессионалами своего дела. Вы — будущее нашей страны и нашего мира. Жазылып жатқан тауларыңды көремін бағымдай, өзеніңді мөлдіреп аққан, өз елімді сүйемін жанымдай. Шығысың шуақ, шырайын төккен, батысың байтақ, мұңайлы өлкен, солтүстік ғажап, даласы көркем, оңтүстік қандай. Жаса туған жерім, жаса туған елім,
туған жерім, жаса туған елім, жерұйығым менің, ата мекенім. Сенсің ақ жүрегім, сенсің бар тілегім, қасиетім менің, қазақ елім ай. Жаса туған жерім, жаса туған елім, жерұйығым менің, ата мекенім. Сенсің ақ жүрегім, сенсің бар тілегім, қасиетім менің, қазақ елім ай. Құрметті Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстаздары және де жарқын өмірге, болашаққа жарқын кемел қадам басқалы жатырған барша мектеп бітіруші түлектер. Сіздерге ең алдымен шын жүректен зор бақыт, мол бақыт, қажымас қайрат тілегім келеді. Болашақта аңсаған армандарыңызға, көздеген мақсаттарыңызға жетіп, еліміздің ертеңі үшін талмай, тынбай еңбек етіп, еліміздің тұғырын биік-биік белестерден көрсетесіздер деген үміттемін. Барлық арман мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Аман болыңыздар. Алтын ұя бесігі бір күн есте есімі, қандай қиын қоштасу мектеппенен осы күн. Ашқан білім бұлағын, шашқан күннің шуағын, ата менен анадай аса қымбат мұғалім. Келіңдер достар, құрбылар, жолдастар, билейікші вальске, бақытқа жол басқан мектеп пәктігіміз, мектеп шаттығымыз, мәңгі жастығымыз. Мектеп өткеніміз, әнді төккеніміз, мәңгі көктеміміз. Школа моя, дом наш родной, школьное братство, вторая семья. Время пришло, вот и с тобой нам попрощаться пора. Школьный звонок нам прозвенит, мы ушагнули за отчий порог. Школа, прощай, нас впереди ждет самый длинный урок. В жизни дорога бежит от порога, а там наше завтра светло и прекрасно, и праздник, и будни, пусть длинный и трудный, бороться, искать, побеждать. Учила нас школа, и снова мы будем ее вспоминать. Серімір еркесі, мектеп көңіл өлкесі, желбірейді жалау бол, әйнегінің пердесі. Арман қуып кетсек те, асулардан өсек те, ауады да тұрады аңсарымыз мектепке. Келгендер, кел достар, құрбылар, жолдастар, билейікші вальске, бақытқа жол басқан мектеп пәктігіміз, мектеп шаттығымыз, мәңгі жастығымыз.
кетеміз. Жүректері лүпіл қаққан, қимастық пен қуаныш, аңсау мен арман сезімдер араласқан шәкірттік сәттің соңғы, өмір жолының алғашқы қадамында тұрған жас түлек. Ендігі сөз кезегі сіздерде. Хочу сказать спасибо учителям, кураторам, сотрудникам школы, ученикам и администрации. Учителям за ту страсть к учебе, которую они разожгли во мне. Кураторам за то, что они как родные родители. Сотрудникам школы за то, что в школе всегда вкусно, чисто и безопасно. Ученикам за атмосферу, в которой хочется развиваться. И администрации за то, что сплотили нас всех вместе. 12-ші Е сыныбы атынан мектебімізге алғысымызды айтқымыз келеді. Мектептің мұғалімдеріне, кураторларына, қызметкерлеріне және де мектеп администрациясына мыңда бір рахмет. Сіздер осы 5 жыл ішінде бізге ұмытылмас әсерлер бердіңіздер. Соған сіздерге көп рахмет айтқымыз келеді. Сіздерді біз өз жүрегімізде мәңгілікке қалдырамыз. Делая первые шаги во взрослую жизнь, хочется поблагодарить всех наших учителей и администрацию за огромный вклад в каждого из нас. Спасибо за знания, за заботу, за поддержку и за вечный стимул. Спасибо за то, что верили в нас и помогали нам. Искренне хотим оправдать все ваши надежды и достичь тех высот, к которым вы нас подталкивали в течение всего этого времени. Благодарим вас и желаем вам всего самого наилучшего на долгие годы. Сегодня, в этот знаменательный день, день выхода в большую взрослую жизнь вчерашних детей, хотелось бы произнести слова благодарности всем тем, кто создавал эту приятную атмосферу радости и понимания в нашей школе. Я бы хотела поблагодарить наших учителей, которые всегда нас поддерживали. Вы верили в нас, учили нас, исправляли наши ошибки, писали бесконечные рекомендательные письма и всегда нас поддерживали. Также хотелось бы сказать огромное спасибо школе за то, что предоставила нам такие возможности, и за то, что прошла с нами этот длинный путь. Мы всегда будем помнить эту школу как нашу альма-матер и сохраним о ней только теплые воспоминания. Мы, выпускники, покидаем школу, как птички, расправив крылья, устремляемся в свободный полет. Школьные годы подарили нам много нового и интересного. Радость, постижение разных наук, верность друзей и мудрость учителей. Сколько эмоций и трепетных чувств. Пусть в вашей памяти останутся только самые яркие и самые теплые воспоминания о школе. И пусть сегодняшний день будет стартом в новую взрослую, но, тем не менее, безумно интересную, наполненную событиями жизнь. Будьте верны себе и будьте уверены в себе. Спасибо. От лица учеников 12 класса хочу поблагодарить администрацию школы, технический персонал, учителей и воспитателей общежития за тот неоценимый вклад, который они внесли в формирование нас как личности. Хочу сказать спасибо, что вы создали ту атмосферу, в которой каждый мог чувствовать себя свободно и развиваться всесторонне. Спасибо вам за ваши отношения, спасибо за те эмоции, которые вы дарили нам в течение этих лет. Спасибо вам за воспитание и за знания, которые мы здесь получили. Мы очень ценим ваш вклад, и мы горды, что именно вы стали неотъемлемой частью нашей жизни, которую мы будем помнить всегда. Спасибо вам. I realized that studying at Nazarbayev Intellectual School for 5 years is one of the best moments of my life. Not only did we pass international exams, but also we studied with the highly qualified teachers of our country. Я верю, что все силы и усилия, знания, вложенные в нас, не напрасны. И мы постараемся оправдать ваши надежды в ближайшем будущем. Бізді 5 жыл бойы жетелеп келген мектебімізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Гүлдерге толы омырау, өмірде жоқ қой тоқырау. Қимастық сезім оятып, соғылсын, соңғы қоңырау дей отыра. 2019-2020 оқу жылының соңғы қоңырау соғу рәсіміне салтанатты түрде француз тілінен халықаралық олимпиаданың 2-ші орын жүлдегері, спорттық, интеллектуалдық байқаулардың бірнеше дүркін жеңімпазы 12-ші Н сынып оқушысы Сейтжан Үміт және оқу озаты мектебіміздің активисті 7-ші К сынып оқушысы Абесова Айжамалға ұсынылады. Привет! Привет!
Бәрісін арыласың өмір ауылың, бәрішін қоштасарда қоңыраудың. Мәнісін ұғасыңдар өткен күннің, даусын естігенде қоңыраудың. Балықтың соңғы ән шырқап бүгін, қоңыраудың естейміз соңғы күн. Звонок последний прозвенел для вас. Еще чуть-чуть, еще совсем немного. И станцевав свой последний вальс, уйдете вы со школьного порога. Dear graduates, we wish you happiness and success in your further way. Never forget one thing that you've learned here. Every problem has a solution. Even in desperate times, keep in mind that you're not alone. Grab every opportunity and make best out of it. Your future is in your hands. Good luck. Вақытты тоқтату мүмкін емес. Біздің де осы жылғы оқуға берілген уақытымыз өз мәресіне таяп қалған секілді. Тілектерімізге ұзақ әрі жемісті сәт сапар тілей отырып, алдағы қойылған мақсаттарына, армандарына қол жеткізуге тілектеспіз. Ал ұстаздар мен оқушылар қауымына келесі жылға дейін күш-қуаттарыңыз сарқылмасын дейміз. Келесі оқу жылына кездескенше қош, сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Әбіш Уәлихан, Болатбеков Ахмет және мен Даирова Дана. Сходит с ума весенний ветер теплыми ночами. Ты на главный вопрос ответил. Школа за плечами, день воспоминаний полон. Все друзья с тобою, чувствуешь и знаешь, что у тебя за спиною. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь сменила школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителям не дарим розы. И все-таки сложно и год и не позабыть. Знаешь, понимаешь, видишь, все, кто был с тобою, разбегутся друг от друга. Новый мир открою, все сданы учебники. Фото ты снимаешь, первые каникулы, ты по всем скучаешь. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь сменила школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителям мы дарим розы. И все-таки сложно ни год и ни два забыть. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь сменила школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителям мы дарим розы. И все-таки школа, мы будем тебя любить, мы будем тебя любить.